Алармысыздар, сәлем сүйкімді көрермендерім. Махаббат тақырыбында лекциямды ары қарай жалғастырайын. Енді түсінулеріңіз керек қой, енді не үшін маман болып отырмын деп па. Мынаны қараңыздар. Ал Құдай сізге серігіңізді қосты, делік, жолықтыңыз бір жігітке. Былай қарадыңыз, ұнадыңыз. Енді ол сіздікі ма, сіздікі емес па? Ол тағдырлас па, әлде қармалық па? Көбі түсінбейді екен, тағдырлас деген не? Тағдырлас ол сенің нақ адамың. Ал қармалған ол саған сабақ үйретуші, сенің ұстазың. Бар айырмашылық сол. Егер сіз қарым-қатынаста, қазір күйеу болсаңыздар да қарасаңыздар болады, бірақ негізі күйеуге тимес алдын бұны шешіп алған абзал. Егер қиналып, жылап, сықтап, сағынып, өліп, талып, қорқып, мен оны жоғалтып алам, басқа қызға қарап қойды ма, сенбеушілік, бұл жерде артынан аңду, қызғану, сұмдық, бұл жерде ауыр сондай тақырып болып кетсе, онда терапияға келіңіз. Алдау, сулау көп болып кетсе, бұл енді бұл қарым-қатынас емес, бұл сабақ. Сіз өзіңіздің кім екеніңізді оянуыңыз керек, ашылуыңыз керек. Егер қарым-қатынаста сыйластық, ашықтық, ашық жарқындық, бүкіл шекараңыздың бәрі сақталынады, жылулық, мейірім, шапағат, бірақ мына абьюзерлер бар ғой, сонымен шатастырмаңыз. Егер сізді кәдімгі қымбат сый, гүл, немеден құшақ, сыйлықтар бүйтіп сізді соншама қымбатқа үйіп төгіп жатса, кішкене бұл жерде сұрақ қойыңыз. Не үшін? Неғылған батпан құйрық, неғылған жатқан құйрық, сондықтан бұл жерде кішкене, бұл жерде де миды іске қосу керек, жүрек дейміз. Бір-бірлеріңізді таңдауларыңыз керекті. Біреу қосып болмаса, маған хабарласатын 90% келіншектер сияқты басын дуалап берші, ысытпа, ондай нәрсе керек жоқ бұл жерде. Бұл жерде сіздің адамыңыз, омен онсыз да түсінікті, омен онсыз да сенімді, омен онсыз да жақсы. Содан кейін мына нәрсе, махаббатты қиялмен шатастырмаңыздар. Қиялдағы нәрсе, ол тек сіздің қиялыңыздағы нәрсе. А махаббат ол сезім. Сіз оны жүрекпен, сіз оны көңіліңізбен сезу, жаныңызбен сезуіңіз керек. Егер сіздің жан рахатыңызға жылулық, кәдімгі сенім, тоқшылық әкелсе, онда ол сіздің адамыңыз. Егер қорқып, үрейленіп, қасында ішіңіз желденіп, ауырып, жүрегіңіз